Құрметті тыңдармандар, бүгін біз сіздермен еңбек нарығындағы жеке және нарықтық ұсынысты қарастырамыз. Еңбек нарығын қарастырған кезде біз X өсінен жұмысшылар санын белгілейміз, quantity of labor, немесе бір жұмыскердің аптасына неше сағат жұмыс істейтін уақыт мөлшерін көрсетеміз. Ал Y өсінен біз осы еңбектің бағасы, жалақыны белгілейміз, ағылшын тілінде wage деп атаймыз. Егер де бастапқыда жалақы деңгейі төмен болған жағдайда, W1 деңгейінде болған жағдайда, жұмыскер аптасына 10 сағат жұмыс істеуге дайын. Егер де жалақы деңгейі W1 деңгейінен W2 деңгейіне дейін көтерілген жағдайда, жұмыскер аптасына 40 сағат жұмыс істеуге дайын. Және осы жалақының өсуі нәтижесінде жұмыскердің көп уақыт жұмыс істеуге деген ынтасын біз мына өспелі көк түсті қисық сызықпен белгілейміз. Ал егер де жалақы деңгейі W2 деңгейінен W3 деңгейіне дейін көтерілген жағдайда, жұмыскердің жұмыс істейтін уақытысы өзгермеген жағдайда, осы жеке жұмыскердің ұсыныс қисық сызығының нысаны вертикаль түзу сызық болып келеді. Жалақының қосымша W3 деңгейінен W4 деңгейіне дейін көтерілуі жұмыскерді аптасына 20 сағат жұмыс істеуге ынталандырады. Бұл кезде жұмыскердің аптасына істейтін сағат көлемі азайған жағдайда, осы жеке жұмыскердің еңбек ұсыныс қисық сызығының нысаны Y өсіне қарай қисайған қисық сызық болып келеді. Осы жалпы көк түсті қисық сызық жеке еңбек ұсынысының қисық сызығы болып табылады. Ағылшын тілінде біз оны supply деп белгілейміз. Бастапқыда жалақының W1 деңгейінен W2 деңгейіне дейін өсуі жұмыскерді көбірек сағат, 10 сағаттан 40 сағатқа дейін көбірек жұмыс істеуге ынталандырады. Бұл кезде алмастыру эффектісі басым болады. Алмастыру эффектісі дегеніміз жұмыскердің бос уақытын жұмыс істеуге арнау іс-әрекетін айтамыз. Ал егер де жалақы W2 мен W3 аралығында болған кезде жұмыскердің аптасына істейтін сағат мөлшері өзгермеген жағдайда, алмастыру эффектісі мен табыс эффектісі өзара тең болады. Ал жалақының W3 деңгейінен W4 деңгейіне дейін көтерілуі кезінде жұмыскер 40 сағат емес 20 сағат істегісі келген жағдайды біз табыс эффектісі деп атаймыз. Табыс эффектісі дегеніміз жоғары жалақы кезінде жұмыскер өзінің назарын жұмыс істеуге емес, демалысқа, өзін өзі дамытуға, отбасына назар аударуға бөле бастайды. Және бұл аралықта W3 және W4 аралығындағы табыс эффектісі алмастыру эффектісінен басым болады. Енді біз сіздермен нарықтық ұсыныс қисық сызығын қарастырайық. X өсінен біз жұмысшылар санын белгілейміз, Y өсінен жалақыны белгілейміз, wage. Және еңбек нарығындағы ұсыныс заңы бойынша жалақы деңгейі өскен жағдайда, еңбек нарығында өзінің ұсынысын арттыратын жұмысшылар саны да өседі. Демек, жоғары жалақы көбірек адамдарды жұмыс істеуге ынталандырады, және осы жалақы мен жұмысшылар саны арасындағы оң тәуелділікті біз оң көлбеулі өспелі ұсыныс қисық сызығымен белгілейміз, supply. Енді осы еңбек ұсынысына әсер ететін факторларды атап өтейік. Бірінші фактор ол талғамдағы өзгерістер, екінші фактор ол балама мүмкіндіктегі өзгерістер, және үшінші фактор ол иммиграция.